Сәлем оқушылар, бүгін бізде 42-ші сабақ ұлы жібек жолы әлемдік мәдени мұраның бір бөлігі. Нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдері. Тапсырмаларға өтейік сразу. Қараңыздар. Ұлы жібек жолы ежелгі мәдениет орталықтары болған Тараз, Испиджаб, Шымкент, Түркістан қалалары арқылы өтті дейді. Енді Тараз 62, Түркістан 620. Жазылуын және есептелу тәсілдерін түсіндір дейді. 2310 көбейту 231-ді 10-ға көбейтіп және 2-ні 100-ге көбейтті. 231 мен 2-ні жазды және 231-ді 2-ге көбейтіп 10-ды және 100-ге көбейтті. Келесі 24 бөлу 6 бізде 4 шығады ғой. 240 бөлу 60, 24 ондық, 6 ондық. Дұрыс қой. Егер 1 нөл болатын болса, онда бізде ондық болады. 2 нөл болатын болса, 100-дік болады. 3 нөл болатын болса, мыңдық болады деген сөз. Келесі. Есептеу орында 40-қа 700-ді көбейтсек, 2800. 28 мың деген бұл. Одан кейін 40-ты 7-ге өткенде 280, 280-ді 100-ге өткенде 28 мың дұрыс. 40-ты 7-ге өткенде 280, 280-ді 1000-ға өткенде 280 мың болады. Жаңа мына жерде бірінші тапсырма қалып кеткен сияқты. Так, есептеулер орнында сонда сен суретте қай қалалар бейнеленгенін көресің дейді. 6200 110 дейді. Бұл жерде 620 шығады. 620. Бұл бізде Түркістан. Ал мына бізде 62 шығады. Бұл бізде Тараз. Жерде қарап жіберейін. Келесі бізде тапсырма 3А. 68 мың бөлу 200 бізде болады мына 0 мен мына 0, мына 0 мен мына 0 қысқаратты. 68-ді 2-ге бөлетін болсақ 34 және 1 0 340 болады. Келесі 68 мыңды 2000-ға бөлсек, мына 3 0 мен мына 3 0 кетеді. Шында 68-ді 2-ге бөлсек 34 қалады. Енді 68 мыңды 2-ге көбейтсек, 8 2 16 бір ойда 12 136 мың. 2-ге бөлсек 34 мың болады. 34 мыңға бөлсек, мына 3 0 мен мына 3 0 кетеді, 34 болады. Келесі есептеңіздер. Так, мынаның жауабы бізде x8 16 және 1 2 3 0 тіркейміз. Келесі 8 4 32 1 2 3 0 тіркейміз. 9 3-ге бөлем 3, мына 2 0 мен мына 2 0 қысқарып 1 0 қалады. 12-ні 3-ге бөлем 4, мына 2 0 мен мына 2 0 қысқарып тағы 1 0 қалады. 12-ні 4-ге бөлсем 48, 1 2 3 0 қалады. 1 2 3 0 тіркейміз. 21-ді 3-ге бөлсем 36, 1 2 3 0 тіркейміз. 48-ді 6-ға бөлсем 8. Так, мына 3 0 мен мына 3 0 қысқарады. Тек 8-дің өзі қалады. 18-ді 6-ға бөлем 3. Мына 3 0 мен мына 3 0 қысқарады. 3-дің өзі қалады. Келесі тапсырма. Bir турист дейді, түскі асқа 200 теңге жұмсады дейді. 3 туристке түскі ас 6 күнге қанша теңге, қанша ақша қажет дейді. Bir туристке бір түскі асқа 1200 теңге жұмсады дейді. Дәл сондай 3 туристке түскі ас үшін 6 күн болса, онда 18 неге түскі асқа қанша ақша жұмсаған қажет. Сонда бірінші 1200-ді көбейтемін. Бұл бір адамның бір түскі асы ғой. Оны 3 адамға көбейтем. Сосын шыққан санды 18-ге көбейтетін боламын. Бірінші неге көбейтем? 3-ге көбейтем, сосын шыққан санды
шыққан санды мына 18-ге көбейтемін. Так, 3-ті 1200-ді, так, барлық туристер саны. Сонда 3 турист үшін общий түсказ 18 қой. 18-ті 3 туристке 6 күнге болатын болса, онда 6 түсказ 3 туристке болса 18 түсказ болады. 1200-ді 18-ге көбейтемін. Сонда менде жауабы болады. Қанша болады? 20